Енді мінезге келетін болсақ, жалпы мінез мінездің өз түрі болады. Мынау қазақта бір жақсы сөз бар. Сүтпен сіңген мінез сүйекпен кетеді дейді. Сондай бір сөз бар. Бұл енді түсінген адамға өте бір сондай сөз өзгермейді деп тұр ғой сонда. Сонда қарасаңыздар, ал енді тағы бір пікір бар, ол Абай атамыздың айтқан. Абай атамыз айтады, кісінің мінезін түзетуге болмайды деген адамның тілін кесер едім дейді. Ал енді осы екі ортада қалай біз жол табамыз, қалай біз осы екі ортада осыны жолға бір дұрыс шешім қабылдаймыз, яғни арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей. Өйткені жаңағы егер Абай атамызға келетін болсақ, Абай атам айтып отыр ғой, жаңағы кісінің мінезін өзгертуге болады деп отыр. Енді қазақ айтып отыр, кісінің сүтпен сіңген мінез сүйекпен кетеді дейді. Енді былай қарасаңыздар, кейбір адамдар бар, мына өзінің генетикалық мінезі, яғни мына шын мәніндегі бір адамдар қайратты, бір адамдар жаңағыдай сабырлы табиғатынан өзі, көнгіш, жұмсақ немесе әртүрлі болып келеді. Сонда бұл сол мына адамның генетикалық мінезі туралы айтып отыр ғой деймін, қазақ сол сүт туралы айтып отырғанда. Өйткені ғалымдардың айтуы бойынша, бала анасын бір рет сорған кезде дейді, өте жаңағыдай миллиондаған, тіпті миллиардтаған ақпарат кіреді дейді. Сол анасының бойындағы нағашылар жағынан тарайтын генетикалық мінездер мүмкін осы туралы айтылған шығар. Ал Абайдың айтып отырғаны бұл мынау адамның өзі жүре бара қалыптасатын мінездер туралы айтып отыр ма деп ойлаймын. Яғни адам соны өзгертуге болады дейді. Яғни адамның ашуланшақтығы, мысалы, сабырлығы, өсек айтпайтындығы, өтірік айтпайтындығы, осының бәрін өзгертуге бола ма деген бір сондай бір ойда айтып отыр ғой деп ойлаймын. Ал енді шын мәнінде бізге ең керегі осы Абайдың айтып отырған. Шын мәніндегі енді мынау сүтпен сіңген мінез, енді оны біз өзгерте алмаймыз. Мысалы ол енді Құдайдың берген мінезі. Мысалы ол бір адамдар болады, мысалы, аса төзімді, сондай табиғатынан өзін аса сабырлы, ол мен өте жақсы. Ал бірақ мынау жүре бара пайда болған мінездерді өзгертуге болады деп Абай айтып отыр. Яғни сол мінездер туралы әңгімелесейік. Енді осы Абайдың мына 14-ші қара сөзінде Абай бір жақсы тақырып қозғайды, жүректі деген. Жүректі. Сонда Абай атамыз айтады, сол қазақтың жүректі деген сөзі дейді. Жүректі деген сөзі ешқандай мақтауға сыймайды дейді. Қазақтың жүректі деген сөзі ол ешкімнен қорықпайтын, батыр деген мағынаны ғана береді дейді. Ал шын мәнінде дейді, жүректі кісі деген кім дейді? Ол қазақтың жүректісі, ол яғни ешкімнен қорықпайтын батыры, ол ешқандай мақтауға сыймайды дейді. Ал шын мәніндегі жүректі кісі қандай болады дегенде, ол ақылдылық, мейірбандылық, рақымшылық, әділеттілік дейді. Өзіме болғанды басқа адамға болсын деп ойлау, ол жүректің ісі дейді. Содан Абайдың айтып отырғаны, Абай айтады, мынау көп адамдар сөйлеген кезде байқайсыздар ғой, мысалы, сөйлеген кезде көп адамдар жүрегінің сөзін айтпайды, амалдың сөзін айтады. Сөздері жалған шығып жататын сол. Ал мынау адамның бойындағы мінездің бүкіл қайнар көзі дейді Абай айтады, ол жүрек дейді. Бірақ соны көбісі білмейді дейді, оның мінездің қайнар көзі қайда екендігін. Көп адамдар жаңағыдай амалдың тілін алса, тіл жалған шығады дейді. Сонда бұл амалдың тілі деген не? Сіздер білесіздер, Абай өзі атамыз айтып отыр, адамда екі ақыл болады дейді. Біреу суық ақыл, яғни бастағы болатын суық ақыл, рационалды ақыл. Яғни мынау суық ақыл дегеніміз не? Суық ақыл дегеніміз есепке құрылған, мысалы, ол да керек адамға. Мысалы, адам есептейді, мысалы,
күшін есептейді, адамдармен қатынасын есептейді, ауа райын есептейді, кез келген ақпаратты есептейді. Осының бәрін біз амал дейді да, суық ақыл. Бұл есепке құрылады. Мысалы, әрине ол адам болғаннан кейін ол суық ақылдың да өзінің рационалды ақылдың да бір қызметі бар. Бірақ егер дейді адам сол суық ақылдың дейді тіл суық ақылға ерсе, яғни амалға ерсе жалған шығады дейді. Мысалы, күнделікті өмірде мына адамға мен сәлемдесе салайыншы, бір керегі болып қалар. Мына адамды қонаққа шақырайыншы, немесе жаңағыдай сөз қулық, сәлем борыш, ана адамға сәлемдесейін, мына керек адам деп сәлемдессеңіз мысалы, сонда немесе жаңағыдай бір адамға жағынып, жаңағыдай өзіңіздің пайдаңызды, өзіңіздің бір проблемаңызды шешу үшін соған мысалы жағынып сөз айтсаңыз, бұл міне амалдың тілі. Ал біреу ақыл айтқан кезде сол адамға жағынуды емес, сол адамға бір жағудың ыңғайында емес, жүрегіңіздің сөзін айтсаңыз, оған мүмкін ащы тисе де, мүмкін оған ауыр тисе де, міне сонда Абай айтып отыр, жүректің дейді, жүректің тілін алса, тіл жалған шықпайды дейді. Сонда енді жүректі, енді бізге қазіргі мына Жарас бауырымыз енді кіре алмай қалды. Білмеймін, енді компьютерінде ақау болды ма, сол кісінің негізі қозғаған тақырыбы ғой. Сонда қазаққа қандай мінез керек деген кезде, мен өзім ойлаймын, қазаққа осы Абайдың айтып отырған, қазір қазаққа жүректі кісі керек бізге. Сонда жүректі кісі қандай дейді? Сонда Абай өзі кәдімгідей бұны тәптіштеп тұрып айтады. Мысалы дейді, жүректі кісінің, яғни көркем мінезді кісінің бірінші қасиеті дейді, айтқанға көнгіш дейді. Мысалы, шынымен-де біз қазіргі кезде көп адамдарға ақыл айтсаң, немесе бір адамға кеңес айтсаң, ол біліп тұрады бұның рас екендігін, ақиқат екендігін, бірақ көнбейді. Неге? Өйткені жаңағы қалыптасқан мінездері бар, жаңағы өркөкіректік, тәкаппарлық, сен кімсің маған ақыл айтатындай деген жаңағы кеуде дейді ғой. Соның бәрі сол жаңағы жүректі кісінің, жаңағы жүректі кісі деген Абай айтып отырған эталонға бізді жақындатпайды екен. Сонда жүректі кісінің, яғни көркем мінезді кісінің ең бірінші қасиеті, бұны сіздерге жақсылап тұрып, шегелеп тұрып айтайын, ол айтқанға көнгіштік екен. Яғни әрине көрінген адамның айтқанына емес, бұны сіздер теріс ұғып қалмаңыздар. Көрінген адам айтса болды, соған еріп кету жоқ. Ол кімнің айтқанына еру, айтқанға, ақылды адамның. Яғни ақылын қабыл алса, соған көну керек та. Мысалы, ол ауыр болсын саған. Мысалы, сонда тіпті қазақ айтады, ақылды дейді, кімнің ақылын тыңда дейді, 70 жасар дананың ақылын тыңда. 70 жасар дана болмай қалса дейді, 7 жасар баланың ақылын тыңда дейді. 7 жасар баланың өзінің айтқаны ақылға қонымды болса, яғни соны сенің ақылың қабылдап тұрса, соны қабылдау керек екен ғой. Міне сонда көркем мінез, қазаққа қазір қандай мінез керек деген кезде, айтқанға көнгіш. Мысалы, біреу көкейге қонатын жақсы сөз айтып тұр ма, соған көну керек екен ғой. Бірақ енді біздегі мынау нәпсі деген бар, тәкаппарлық деген бар. Неге мен саған көнуім керек? Сен де, ол да Құдайдың пендесі, мен де Құдайдың пендесі деп жаңағы Абай айтқандай, жаңағыдай сен менің қай жерінен артық деген сияқты жаңағы адамның ішінде қайнап тұрған нәпсінің кесапаттары осыған көндірмейді екен ғой. Міне сондан мынау Мәшһүр атамыз айтады, осы көркем мінез қандай болу керек дегенде, оны түйеден үйрену дейді. Түйе дейді, өзі үй хайуанаттарының ішіндегі ең зоры дейді. Бірақ сол түйенің дейді бұйдасын тышқанның құйрығына байлап жіберсең де, сол ере береді дейді. Байқайсыздар, сонда бұл жерде қалай? Түйе деп, бұл жердегі мынау образ түрде адамның мәртебесі, жаңағы жасы, мүмкін 70-те шығар, мүмкін 80-де шығар, қоғамдағы алатын орны, үлкен нәрсені айтып отыр да, бірақ соған қарамастан дейді, тышқандай дейді, жаңағы кішкентай ғана бір елеусіз, мысалы, ешқандай әлі рөлі жоқ, бірақ бір өзіңнен жасы кіші, мәртебесі кіші адам саған
көңілге қонатындай ақыл айтса дейді, міне соған еру керек дейді да. Соның соңынан ере білу керек дейді. Содан жетекшілдік деген ұғым бар. Сонда көркем мінездің негізгі бірінші қасиеті ол жетекшіл болу. Жетекшіл дегеніміздің өзі тағы да қайталап айтамын, плюс минус екі мағынада айтады. Біреуі жақсы мағынасындағы жетекшілдік, яғни ақылды адамның соңынан ере білу. Екіншісі жетекшілдік жаман мағынасында, яғни өз еркі жоқ адамның біреудің азғырғанына еріп кету, бұл жаман мәселе. Сондан қазақта бір керемет сөз бар. Қазақ айтады, жетекшіл болсаң дейді, саған ақыл не керек дейді да, мысалы. Яғни жақсы мағынасында жетекшіл дегеніміз не? Яғни біреудің айтқан ақылын қабылдай білу, міне сол жетекшілдік деп соны айтады дейді. Сонда мынау қазаққа қазір қандай не керек деген кезде, мінез керек деген кезде, қазаққа ең бірінші айтқанға, яғни ақылды адамның айтқанына көне білу. Міне бұл жүректі адамның, яғни адамның өзінің бойында дейді, бойындағы патшасы дейді да, жүрек ең аяулы жүрегі дейді да. Енді көп адамдар осы жүрек мәселесіне келген кезде тағы да қателеседі. Мысалы, бір кісілер айтады, мысалы, ол жүректе тұрған ештеңе жоқ, оны мынау жаңағы бір кесек ет ретінде қабылдайтын адамдар бар. Оның барлығы мынау рухани білімнің жетіспеушілігінен болып жатқан жалған жаңағы жаңылыс сөздер ғой. Шын мәнінде жүрек өзі екі түрлі болады. Біреу қан айдайтын жүрек, ол жүрек туралы айтып отқан жоқ бұл жерде абай жүрек деп. Екінші бір жүрек бар, ол рухани жүрек. Рухани жүрек. Міне сол рухани жүрек, оны қазақша көңіл дейді. Көңіл. Арабтар қалып дейді. Қалып. Парсылар діл дейді. Міне сонда осы көп адамдар шатастырады. Жаңағыдай, онда тұрған не бар? Ол бір хирургтардан сұрапты, жаңа адам жүрегін тілетін. Жүректің ішінде не бар? Осы жүрек деп айтады дегенде, жаңа хирург айтады, оның ішінде қаннан басқа ештеңе жоқ деп. Сонда бұл жаңағы біздің қазақ мәдениетінен, қазақтың руханиятынан сонша алыстап кеткеніміз ғой. Яғни біз жүрек деген кезде тікелей түсініп тұрмыз да көп нәрсені. Сонда жүрек деп рухани жүректі айтамыз. Ал Мәшһүр атамыз айтады, сендер шатастырмаңдар дейді. Ондай қойдың басына ұқсайды ғой, табиғи жүрек. Қойдың басындай жүрек итте де бар дейді, сөзсіз бе? Егер адам дейді, сол жүрекпен қалып қойса дейді, жаңағыдай жабайы, тар ауданды жүрекпен қалып қойса, өзінің жаңағы туған кездегі жүрегімен, онда ол адамның ғұмыры дейді, жабайы, тар ауданды, сондай бір жабайы өмір сүреді дейді сондай адам. Сонда міне біздің осы міне қазір жараса бауырымыз шығуға тиіс, қосып қойдым. Жараса өзінің инстаграммен шықса, өйткені мынада басқа кісілерді сұраныс жіберіп жатыр да маған. Енді Жарас бауырымыз қазір шықса, міне қосамыз осы әңгімеге. Міне енді сонда қарап отырсаңыздар, бізге қазіргі кезде сонда мына көркем мінездің бірінші қасиеті айтқанға көну керек. Енді ол өте ауыр, мысалы. Неге? Өйткені мысалы әр адам өзінің бір биікпін деп ойлайды да, кез келген адам өзінің, мысалы, өзінің бір мен сондай бір керемет адаммын, әр адамның өзінің бір несі бар. Айтады ғой, өзінің отырған жерін биік деп санайды да. Сондан ол біреудің пікірін тыңдау, біреудің жаңағыда айтқанына көну, ол оңай емес. Неге? Өйткені мойындау да біреуді. Бірақ қиын. Сонда Абай айтады, бидейді сонда. Әділетті ақыл дейді. Әділетті. Мысалы, жүректе ақыл бар. Ол қандай? Әділетті ақыл бар. Әділетті ақыл дейді. Мойындаған нәрсені қиын болса да мойындау дейді. Міне, жаңағы. Ол қиын саған, мысалы. Өте нәпсіңе ауыр тиіп жатыр, бірақ мойындау керек та.
Ал әділетті ақыл мойындамаған нәрсені оңай болса да мойындамау дейді. Міне жүректі кісін деп осындай кісіні айтамыз дейді да. Міне осындай қазір так так бағаным енді сонда айтқанға көнгіштік деп осыны айтады екен. Айтқанға көнгіштік, иә. Екінші, көркем мінездің екінші бір керемет бір сипаты бұл уәдеде тұрғыштық дейді. Уәдеде тұру. Мысалы, мынау қазіргі кезде көп адамдар мысалы айтады, бірақ уәдесінде тұрмайды да. Уәдеде тұру керек. Мысалы, қазақта бір керемет сөз бар. Айтсаң уәдеңе жет, уәдесіз құдайға шет дейді. Міне, уәде құдайдың бір аты дейді. Сонда тіпті мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, мұсылманшылықтың белгісі дейді. Мұсылманшылық немен болады дегенде дейді. Мұсылманшылық дейді, мәшһүр айтады. Уағдаға опалы болумен болады дейді. Уағдаға опалы. Яғни опа деген сөз, сізге түсіндіре кетейін, опа деген араб тілінде опа деген сөз. Айтқан сөзге адалдық. Орысша былай деп аударыпты сөздікте. Верность данному слову. Опа дейді. Опасыз деп кімді айтамыз біз? Опасыз деп айтқан сөзінде тұрмайтын адамда айтады екенбіз. Опасыз деп. Сонда мәшһүр айтып отыр. Жаңа дейді. Сонда мұсылманшылықтың ең бас сипаты дейді мәшһүрдің айтып отырша, ол айтқан, яғни сөзге опалы бол дейді. Яғни уағдаға опалы бол дейді. Міне, сонда Абай да айтып отыр. Сонда бірінші айтқанға көнгіштік, екіншісі уәдеде тұру. Болды. Егер сіз сонда дейді, мәшһүр айтады, егер сен уәдеңді тұрмасаң дейді, онда дейді, құр намаз оқумен, құр ораза ұстаумен, домалақ тастарды санаумен дейді, мұсылманшылық болмайды дейді. Байқайсыздар, сонда қазіргі кездегі ең басты, егер сіз көркем мінезді болғыңыз келсе, өйткені мұсылманшылықтың өзі, пайғамбарымыз өзі айтады ғой, өзі мен сіздерге ораза кезінде, пайғамбарымыз есін салып қояйық, саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен сендерге көркем мінездің дейді, көркем мінездің үлгісін дейді, көрсету үшін жіберілген дейді. Сонда бізге қазіргі кездегі біз намаз оқимыз, ораза ұстаймыз, осы мысалы осылардың барлығы не үшін керек деген кезде көркем мінезді болу үшін керек екен. Көркем мінезге жету үшін керек екен ғой. Осы көп адамдар мысалы шатастырып алады да, жаңағы мақсатпен соған жететін құралды шатастырып алады. Намаз оқиды, ораза ұстайды, бірақ уәдесінде тұрмайды. Ашуланады, сондай. Көрдіңіз ба? Сондан не істеу керек деген кезде, міне осы білу керек та, ең бастысы. Сонда жаңағы, ал енді сіздер ренжімеңіздер, қазір мен өшіріп қояйын комменттер, содан кейін соңына қарай қосармын, Сондан міне осы, сонда мұсылманшылық жаңағы көркем мінездің, Абай айтып отқан жүректі кісі Абай, сонда бұрынғы қазақтың бұрынғы жүректі дегеніміз жаңағы мысалы жүрегінде түгі бар, жүрегінде қылы бар деген ұғымға Абай соған өзгеріс енгізіп отыр, оны трансформация жасап отыр. Яғни өзгеріске, өйткені заман күрделеніп кетті қазір дейді. Енді бұрынғы қазақтың жаңағы жүректі кісі дегені
жаңағыдай ешкімнен қорықпайтын, ол жүректің қасиетін бере алмайды деп отыр. Сонда жүректе не бар дегенде, жүректе осы жүректі кісі қандай болу керек деген кезде, айтқанға көнгіш, уәдеде тұрғыш. Енді бүй дейді, сонда абай айтады. Көптің соңынан итше ере бермей дейді. Атын басын бұрып алуға жарайтын адам дейді. Міне. Мысалы, қазіргі кезде бізде қандай, мысалы, жұрт айтса болды, көп айтса көнде, әдет надан адамның. Иә? Мысалы, бізде қазіргі кезде мына Маркузе деген бар, Герберт сол айтады ғой, одномерный человек. Сондай біздің қоғамда қазір бір өлшемді адамдар қаптап кеткен дейді. Олар кімдер дейді? Олардың өздері ойы жоқ дейді. Олар жаңағыдай телевидение не айтады, газет не айтады, әлеуметтік желілер не айтады, солармен өмір сүретін адамдардан. Ал жүректі кісі қандай болады дейді? Жүректі кісі дейді, ол көптің соңынан дейді, итше ере бермей дейді. Мысалы, қазақта сөз бар ғой, бір ит көріп үреді, бір ит еріп үреді дей ме? Сондай қазақ ол ана ит туралы айтып отқан жоқ. Ол ана бір ит дейді, көріп үріп тұр дейді, көз жетіп. Бір ит көрмей дейді. Сол үрген итке еріп үріп отыр дейді. Міне сондан жүректі адам дейді, ол адасқан көптің соңынан итше ере бермей, атын басын бұрып алуға жарайтын адам дейді. Енді жаманшылық, келесі көркем мінездің тағы бір көрінісі, ол мысалы жаманшылық деген болады. Мына дүниеде жаманшылық, бәрімізде нәпсі бар, бәрімізде құмарлық бар, бойымыз тоқтата алмай қаламыз. Сонда абай айтады, сонда мынау жаманшылықтан дейді, жаманшылықтан бойын тез жинап алатын адам дейді. Міне абай айтып отырған жоқ, адам, біз періште емеспіз. Жаманшылықтан мүлде жолама дейміз, мысалы. Иә, жаманшылыққа жолама, жаманшылыққа мүлдем жоламау керек дейміз. Әрине айтамыз, бірақ біз адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін, кейде жаманшылыққа бәрібір жаңағы ілігіп кетеміз. Сол кезде дейді, сонда ақылды адам дейді, яғни жүрегіндегі ақылы бар адам, сол бойын жинап алады екен, ары қарай дендеп кетпейді, салынып кетпейді. Міне бұл да үлкен қасиет. Содан кейін дейді, абай айтады, жаңағы көркем мінездің ең кереметі ол жаңағы айтып отырғаны, яғни әділетті ақыл. Яғни ақыл өзі екі түрлі болады. Бастағы ақыл ол әділетке негізделмейді, бастағы ақыл ол есепке негізделеді. Және екінші ақыл бар, ол жүректегі әділетті ақыл. Ол әділетке негізделеді. Ал әділеттің ең үлкен критерийі, абай айтып отырған, ол өзгеге тілегенді өзіңе де тілеу. Керісінше, өзіңе тілегенді, мысалы, егер сен бақытты болғың келеді, сен ақылды болғың келеді, сен жақсы өмір сүргің келеді, міне сондықтан сен сол өзгеге де осылар тілеуің керек дейді. Міне әділет деп осы, бұл жүректің ісі дейді абай айтады. Сонда осы абайдың жүректегі кісінің қорытындылайтын болсақ, міне онда осы мындай әңгімені біз мындаймен қорытайық. Сонда абай айтады, әділетті ақыл мойындаған нәрсені қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсе оңай болса да мойындамау. Яғни, мысалы, сізге кейде оңай олжа, арам жолмен келетін табыс, немесе біреулердің қақысын басып жаншып өтетін іс оңай, мысалы, астыртын, мысалы, солар шет шығып тұрған кезде нәпсің айтады, мысалы, дененің жаны нәпсі, бұны жіберіп алмай, енді бұл енді қайтып келмейді, басып қал, орайы барда, қолынан келіп тұрғанда істеп қал деген сияқты жаңағыдай нәпсінің уәсуәстары, шайтанның уәсуәстарына еріп кетпеңдер дейді абай. Неге? Өйткені ол қиын болса да, жаңағы әділет ақыл мойындаған нәрсені қиын болса да мойындау керек дейді, мысалы. Міне сондай көркем мінез туралы абай осындай әңгімелер айтады. Енді бұл көркем мінез, яғни мұсылманшылықтың басты нәрсесі, егер көркем мінез жоқ болса, онда біздің қылып жатқан ғибадаттарымыздың барлығы былайша айтқан кезде өзінің нәтижесін бермейді дейді. Неге? Өйткені негізгі сол біздің ғибадаттарымыздың көздейтін нәрсесінің өзі осы көркем мінезге, көркем мінезді адамға айналу дейді, мысалы. Енді көркем мінезге қалай жетеміз? Көркем мінезге қалай жетеміз? Ол бұны бір мінезді түзейтін бір сондай бір ілім бар ма деген мағынаны сұрау туындайды. Сонда бұл
осындай ілім бар екен. Мінез түзету ілімі деп аталады екен. Мінезді түзететін ілім. Бұл қандай ілім дегенде, бұл мысалы мына Машһүр Жүсіптің ілімі, Абайдың ілімі, Шәкәрімнің ілімі, Бұхар жыраудың ілімі, Яссауи бабамыздың ілімі, Майлықожаның ілімі, міне осы ілімдер мінез түзету ілімі деп аталады. Сонда бұл ілім қалай адамның мінезін өзгертеді дегенде, бұл ғылым негізінен. Ғылым дегеніміз мына қазіргі кезде біз наука деп қана айтамыз ғой. Наука дейміз, біз ғылым десек бірден басымызға сарт етіп наука ретінде. Шын мәнінде ғылым дегеніміз ол ең бірінші мағынасында ол знание, білім, да, знание. Енді орысша идея аударып отырмыз, знание. Сонда ғылымның пайдасы, мысалы, пайдалы ғылым деген ұғым бар. Пайдалы ғылым, ол қандай пайдалы ғылым? Пайдалы ғылым дегеніміз пайдасыз ғылым дейді. Мысалы, осындай ұғымдарды біз кіргізуіміз керек қазір. Өйткені сонда бұның критерийі қандай дегенде, онда Машһүр айтады. Пайдалы ғылым деген адамның мінезін өзгертетін ғылым, пайдасыз ғылым дегеніміз адамның мінезін өзгертпейтін ғылым дейді. Міне критерийін айтып отыр. Сонда біздің мектептерде, бүкіл университеттерде, жаңағы осындай бір ғылымның негіздері туралы әңгіме әлі айтылып жатқан жоқ. Неге? Өйткені біз көбінесе жаңағы пайдасыз ғылым беріп жатырмыз балаларға. Яғни олар соншалықты білім алады, бірақ мінездері өзгермейді. Керісінше сол пайдасыз ғылым алған адам, ол жаңағыдай мінезі өзгермегеннен кейін отбасына, қоғамға, жалпы адамзатқа қауіпті адам болып шыға келуі мүмкін. Өте қауіпті да. Сонда Машһүр Жүсіп атамыз айтып отыр. Білімнің бірінші дейді, ғылымның дейді, знание ретінде тағы айтып отырмын сіздерге. Ғылымның бірінші пайдасы дейді, мінез өзгерту дейді. Міне. Сонда біздегі қазақтың руханиятында керемет сөз бар, оқу деген бар. Оқу дегеніміз ол, мысалы, оқыған адам дейді. Мысалы, бізде оқыған адам дейді, әрі қарай бізде мысалы қазақ тәптіштеп жатпайды, оқыған адам ғой. Енді екінші сөз бар, тоқыған дейді. Сонда оқыған деген ол жаңағы білім алған, ал тоқыған деген сол білімі жүрегіне сіңген адамды тоқыған дейді екен. Сонда қазақ айтады, сен оқысаң, мен тоқығанмын дейді. Оқығаннан тоқыған жақсы дейді. Міне сонда қазіргі кезде бізге қандай адамдар керек дегенде, Жарас бауырымыз жақсы сұрақ қойып отыр ғой. Қазаққа қандай мінез керек деген кезде, бізге қазір оқығандар емес, бізге қазір шынын айту керек, шынтуайтын айту керек, бізге тоқыған адамдар керек. Яғни не? Көркем мінез адамдар керек. Сонда мына енді ол бұның несін айтайық, жаңағы енді процедура дейді ғой, қалай мысалы ғылым адамның мінезін өзгертеді. Ол үшін дейді, Машһүр айтады, осы Шәкәрім де айтады, Абай да айтады, ғылым адамның жүрегіне сіңу керек дейді. Жүрегіне. Сонда жүрегіне сіңген кезде адам өзгере бастайды екен. Мынау Абайдың айтып отырған сол жаңағы. Адамның мінезін өзгертуге болмайды деген адамның тілін кесілетін дейді. Мысалы, біздегі мысалы көп адамдар былай жаңағы адамның жүрегіне жол таба алмайды, мысалы. Жүрегіне жол таба алмайды, мысалы. Қойшы оны дейді, мысалы. Айтпа, бәрібір оған ұқпайды деп жаңағыдай үмітсіздікке ұрынады. Шын мәнінде адамның жүрегіне жол таба білу өте оңай шаруа емес. Ол үшін айтушы өзі ең алдымен жүрегімен сөйлеу керек қой. Өте қарапайым қағида, бірақ өте қиынды. Сонда жаңа қазақтың сөзі бар ғой, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Сонда бұрын қазақтың бүкіл мәдениеті сондай өзі. Біздің бабаларымыздың барлығы жаңағы жүрегімен сөйлеп үйренген, жүрегімен ғана сөйлейтін адамдар болған. Сонда Машһүр Жүсіп атамыз айтады, бұрын қазақтың барлығы дейді, екісінің біреуі демейді, барлығы жақсы болған дейді, бәрі батыр болған, бәрі сонда керемет адамдар болған дейді. Неге? Өйткені олар оқуының көптігіне емес дейді, олардың жүрегінің тазалығынан дейді. Олар дүниеге қызықпаған дейді. Байқап отырсыз, сонда жаңағы мінезді өзгертетін керемет нәрсе. Сонда ол мысалы мектептерде бізге қазіргі кезде
жалпы білімнің моделін өзгерту керек та кішкене. Неге? Өйткені біз қазіргі кезде сол оқыған адамдар даярлап жатырмыз да, мысалы. Оқыған, мысалы, әртүрлі білімдермен қаруланған, бірақ сол оқығаны жүрегіне сіңбеген, яғни мінезін өзгертпеген, яғни әділеттілік, арлылық, мейірімділік, біреуге жан ашу деген сияқты адамзатқа ең керек қасиеттер бойына сіңбеген адамдарға біз оқытып жатырмыз да. Соның зардабын қазір көріп жатырмыз. Неге? Сол оқыған адамдар жаңағыдай қоғамға зиян тигізіп жатыр. Сондан жаңағы қазақтың ұлы көсемі алаштың ардақтысы Әлихан айтады ғой, иә? Бұл сөзді көп адам айтады. Қайталап айтудан біз жалықпайық. Жұрттың бәрі ойлайды, бүкіл мұрат білімнен шығады деп. Бұл зор адасқандық дейді. Неге? Өйткені ібіліс дейді, жұмақтан білімсіздігінен қуылған жоқ дейді. Жұртты сүю, елге қызмет ету дейді, ол білімнен емес мінезден дейді. Қазіргі қазақ дейді, сол кезде айтып отыр. Қазіргі қазақ дейді, зиянды кімнен көріп жатыр? Сол орысша, мұсылманша оқығандарынан көріп отыр. Сондан Абдурахман Сағди айтады ғой. Абдурахман Сағди Абайдың ұстазы, көп оқыған адамсың, үлгі тұтар ісің жоқ дейді. Яғни, оқып, бірақ адам көп оқиды, бірақ ісі бөлек те. Неге? Өйткені бойына сіңбеген де, жаңағы мінезін өзгертпеген. Көп оқыған адамсың, үлгі тұтар ісің жоқ. Кітап артқан бір есек, түк білмейтін надансың дейді. Сонда ана жол мен бір сұхбатымда осыдан айттым ғой. Астана телеарнасында шыққан сұхбатта айтып отырмын. Сонда біз қазір кімдер даярлап жатырмыз деген кезде, енді әрине ауыр тиеді, аш тиеді, бірақ енді шындық, біз сол кітап артқан есектерді даярлап жатырмыз да. Оқыған, бірақ бойына сіңбеген. Ешкімге жаны ашымайтын, өзінің бас пайдасы үшін, мысалы, халықтың мүддесін, елдің мүддесін, жаңағыдай шалып жіберетін сондай бір адамдарды біз даярлап жатырмыз. Оның зардабын қазір біз көріп жатырмыз, қарапайым халық көріп жатыр. Сонда бізге білім беру жүйесін кішкене өзгертуіміз керек. Білім беру жүйесінде сол жүрегіне сіңген адамдар, жаңағыдай көркем мінезді адамдар керек бізге. Жаңағы әділ, десін қисық бұрмайтын, ақиқатын айтатын, өзі үшін емес, жаңағы біреуге пайдалы боламын деп өмір сүретін, өзге үшін өмір сүретін, жаңағы осындай модельдерді өзгерту керек та. Енді бұл модельдерді біз көктен алмаймыз. Бұл модельдердің бәрі біздің қазақ мәдениетінде, Абайдың ілімінде, Шәкәрім ілімінде, Мәшһүрдің ілімінде, Яссауидің ілімінде бұл тұр, бұл ілімдер. Сондан ал енді мынау жалпы мынау білім деген нәрсеге бір адамдар ойлап қалуы мүмкін. Мысалы, бұл кісі білімге қарсы шығып отыр, баланы оқытпау. Жоқ, оқыту керек. Бірақ сол оқыған баланың жүрегіне сіңу керек та. Ол үшін сол баланы оқытатын мұғалім, ұстаз, жаттап алған, жаңағыдай кітаптан алған, жаттап алған, ақылмен ойлап, рационалды ақылмен ойлаған нәрселерін айта бермей, соларды өзі ең алдымен өзі жүрегінен өткізіп, сол жүрегінен сөйлесе, сонда ғана баланың жүрегіне жетіп. Сонда мен өзім ойлаймын, әдебиетті ғана емес, әдебиетті, философия, психологияны ғана емес, нағыз мамандар бар. Жаңағыдай жүрегімен сүйетін де өзінің мамандықтар. Ол математик болуы мүмкін, ол физик болуы мүмкін, ол химик болуы мүмкін. Оның ешқандай айырмасы жоқ. Міне сондай мұғалімдер керек бізге, сөзсіз. Жаңағы өзінің пәнін сүйетін. Өзінің пәнін сүйген адам ғана соны жүрегімен айта алады, және сол баланың жүрегіне қарай жол таба алады. Сондай мұғалімді ғана бала жақсы көреді. Бала соны айтқанын істеуге тырысады, соған ұқсауға тырысады, соны үлгі тұтады. Бізді өзіміз мектепте жүрген кезде өзі мұғалімдер өзі екіге бөлінеді, мысалы, жаңағыдай оқыған мұғалімдер, жаңағыдай білген, жаттап алған айтатын мұғалімдер бар.
жаңағыдай олардың мысалы сыныптан шыққан кейін мысалы есінде ештеңе қалмайды да, бойында бәрі ұмытылады. енді бір мұғалімдер бар, жаңағыдай өзінің пәнін сонша сүйеді, оны жүрегімен сөйлейтін мұғалімдер бар. Ол сенің жүрегіңе жетеді. Сен ана сабақтан өзгеріп шығасың, жаңағыдай өзгеше адам болып шығасың, жақсарып, бойындағы иттігіңді тежеп, иттігіңді жеңіп, иттігіңді жаңағыдай өзгертіп, жақсы адам болып шығасың да. Міне сондай, бізге сондай адамдар керек қазір. Ал енді бізге, әрине бізге қазіргі физиктер керек, химиктер керек, нанотехнологияны меңгерген адамдар керек, бірақ олардың барлығы мінезі жақсы болу керек та. Неге сонда олар осы ғылымын жаңағыдай вирус жасауға, қару-жарақ жасауға, адамзатқа қауіп төндіретін әртүрлі апаттарға емес, адамзаттың игілігіне жұмсайтын болады. Міне сондан осыдан келіп жаңағы көркем мінездің үлгісі ол Абайдың толық адам шығады. Сонда Абай айтады, адам толық адам болу үшін дейді, оған 3 қасиет керек. Бірінші дейді, ғылым керек дейді. Ғылым. Бірақ оның ғылымы дейді, әділетті болу керек дейді. Баршылықтар. Әділетті болу керек, және үшіншісі, және ол рахымды болу керек. Яғни рахман дейді. Сонда толық адамның 3 қасиеті бар дейді Абай. Ол ғылым, әділет және рахман. Рахым, мейірім былайша айтқан кезде адамымызға жағдай. Сондан сол міне бізге қазіргі кездегі осы білім беру жүйесіндегі модельдер, осыларды біз әбден жақсылап тұрып, осыларды біз ақырындап сіңіруіміз керек. Мүмкін мен айтып жүрген білім берудің ұлттық жүйесін жасақтауымыз керек шығар. Неге? Өйткені біз әлі оны жасай алмай жатырмыз. Ұлттық жүйені. Біздің жаңағы беріп отқан білімдеріміз, адамның жаңағыдай мектептеріміздегі бірінші орында мінез емес, бізге керегі көркем мінез емес, мектептердегі бірінші орын қойылады. Бізге мектептерде жаңағы білім бірінші орын қойылады да, жаңағыдай. Ол баланың жаңағы қалпы, мінезі, оның қоғамға оның пайдалы зияны болатын ешкім шаруасы жоқ. Әйтеуір білімді болса болды. Неге? Өйткені көбісі қазіргі кезде білімді не үшін мысалы білім жинайды? Жасыратыны жоқ. Қазіргі кездегі көп ата-аналар баласы неге білімді болсын дейді, сол білім арқылы ақша тапқысы келеді. Білім арқылы жетістікке жеткісі келеді. Шын мәнінде бұл өте қате жол. Неге? Өйткені бұндай адам ешқашанда көркем мінезді бола алмайды. Неге? Өйткені оның білім оның жүрегіне сіңбейді. Неге? Өйткені ол білімді жақсы көріп тұрған жоқ. Ол білім арқылы жаңағыдай Абай айтқан 3 нәрсеге жеткісі келіп тұр. Мал, яғни ақша, мақтан, яғни қоғамдағы бір мақтану үшін, үшіншісі ғиззат құрмет дейді, жаңағыдай қоғамда бір ойып тұрып орын алу үшін. Сонда Абай айтады, бұндай адамдар ешқашанда жетістікке жетпейді дейді. Неге? Өйткені олардың дейді ниеті дұрыс емес дейді. Олар ғылымның өзін сүймейді дейді. Яғни сүю деген не? Міне байқайсыздар ғой. Міне жалпы сүю деген сөз кірді ме? Мысалы осыдан критерий да осы көркем мінездің, ол сүюден басталады. Неге? Өйткені сүйіспеншілік ол адамның жүрегімен байланысты. Мысалы бір адамдар бар, физиктер бар, мысалы физиканы керемет жақсы көреді. Сондай жақсы көргені сондай жаңағы адам өзі бала сияқты болып кетеді. Жалпы нағыз ғалым өзі бала сияқты болады, жаңағыдай пәк, таза болады. Неге? Өйткені сүйеді ана өзінің ғылымын. Ол жүрегімен сүйгендіктен ол мінез өзгеріп кетеді. Ал енді сол ғылым арқылы ақша тапқысы келетіндер, мансапқа, мақтанға жеткісі келетіндер, қарап отырсаңыздар, мінездері көркем болмайды. Өйткені олардың жаңағы адамшылықтары, бойындағы адамшылықтары жойылады дейді. Сонда Абай айтып отыр ғой. Кімде дейді, мал, мақтан, ғиззат, құрметті өзі іздеп шықса, тапса да, таппаса да адамшылығынан айырылады дейді. Көрдіңіз бе? Адамшылығынан айырылады деп отыр. Ал керісінше мал, мақтан, ғиззат, құрмет дейді. Адамды өзі іздеп тапса дейді, онда адамшылығынан айырылмайды. Керісінше бұл үшеуі дейді адамның адамшылығына көрік болады дейді. Байқап отырсыздар ғой? Сонда қазіргі кездегі
ал осының бәрінің негізінде не жатыр? Осының бәрінің негізінде бұл ғылымға деген махаббат жатыр. Сондықтан абайдың да шәкәрімнің де мәшһүрдің айтып отырған осы көркем мінез бұл міндетті түрде ғылымды сүю арқылы болады, және ол пайдалы ғылым алу арқылы. Сонда пайдалы ғылым дегеніміз ол адамның жүрегіне сіңетін ғылым екен. Енді біздің уақытымызда азайып қалған сияқты, біз қазір комментарийларды қосайық, сосын мүмкіндік болса бір сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Так, сақтаңыз дейді. Мен қалай сақтайтынын білмей отырмын, осыны қалай сақтайды екен? Осыны маған айтсаңыздар, қалай сақтап қоюға болатынын. Мен сақтап қояр едім. Енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, сосын біз аяқтайық. Эфирді сақтасаңыз ағай дейді. Оны қалай сақтайтынын білмей отырмын ғой мен. Так. Так, шыққан кезде сізден дейді сұрайтын сохранение деп соны басасыз дейді. Рахмет. Так, ақылы онлайн сабақтар болса қатысар едік. Жақсы. Сохранить видео дейді. Жақсы, енді мынау алла қаласа мен жиі шығып тұрамын. Жиі шығып тұрамын. Осы ауыз ашқаннан кейін шығып тұрамын. Бүгін күнде ме, күн ара ма, мен парақшамда өзім жариялаймын. Мен өзім ойлап отырмын, осы қазіргі кезде осы биыл абайдың 175 жылдығы ғой. Сондан осы біздің осы ораза кезінде осы абай дәрістерін өткізіп тұрсақ, сіздер соған қатысып тұрсаңыздар, өйткені мынау бізге қазіргі кезде бос әңгімеден доғаруымыз керек те, жаңағыдай. Абай айтады ғой, адам нәпсі өзімшіл мінезбен, абай айтады өзі, көркем мінез, адам нәпсі өзімшіл мінезбен, бос сөзбен қастаспай түзу келмес дейді. Сонда үш нәрсемен біз қастасуымыз керек. Нәпсі, яғни құмарлық, атақ, бақ, интрига. Қазір мысалы қарап отырсаңыздар, мысалы ана жыл кеше мен неге шықтым, тікелей эфирға. Сонда мысалы біздің жаңағы сұрайтындары, ана адамға қалай қарайсыз, мына адамға қалай қарайсыз? Бұл не керегі бар бұндай сұрақтар? Мысалы ана адамға қалай қарайтын, не қызығы бар оның? Мысалы бұл интрига да, бұл. Сонда абай айтады, бұл адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, яғни бос сөзбен қастаспай түзу келмес дейді. Сонда бос сөз біз айтпаймыз, біз тек қана айтамыз. Абай туралы айтамыз, шәкәрім туралы, мәшһүр туралы, жалпы мынау мәтінге, яғни адамды өсіретін біз әңгіме айтайық. Неге? Өйткені өшетін елдің балалары дейді, өшетін елдің балалары өнбейтін дауды қуады дейді. Осы даудан біз шаршадық. Бізге қазіргі кезде дау емес, бізге осы адамды өсіретін, мысалы дәрістерден кейін сіздер өздеріңіздің міндеріңізді, өзің мінезіңізді біліп, соны өзгертіп, соны істемеймін деп өзгеріп отырсаңыз, мысалы ол міндет, адам бірден өзгеріп кетпейді. Сіз ойласаңызшы, мысалы жаңағыда 40 жыл, 50 жыл, мысалы 30 жыл қисық өшкен ағашты бір күнде өзгерту қиын, бірақ бірте-бірте өзгертуге болады. Не, ол үшін өзіңіз мысалы істеп жатқан ісіңіздің қате екендігіңізді өзіңіз түсініп, өз мініңізді өзіңіз білген кезде, сол кезде мысалы келесі жолы ақылдың күшімен, қайраттың күшімен соны істемеймін деп, соны өзіңізді бір рет әдеттенсеңіз, бір рет, екі рет, үш рет әдеттенсеңіз, ақырындап сіздің жаңағы мінезіңіз өзгере бастайды. Өзі көркем мінездің тағы бір керемет нәрсесі бұл кешірімді болу. Мысалы кешірімді болу керек.
кешірімділік дейді ғой әлгі. Сонда бізде қазіргі кезде көбінесе не қайдан пайда болып отыр мынау ұрыс керіс, азаматтар арасында кикілжің, елді өсірмейтін нәрселер, ол адамдардың арасында кешірімділік жоқ та. Неге? Өйткені мен кешіре алмаймын, мен кешірмеймін деген сондай нәпсі, тәкаппар нәпсінің жаңағыдай режиміне кіріп алған адамдар қаншама зиян әкеліп жатыр да қоғамға, өзіне, жұртқа, қоғамға әкеліп жатыр. Ал шәкәрім айтады, біреудің мінін кешірсең, Құдай да саған кешеді. Бірінде қылмай есірсең, төбеңді айлақ теседі. Мінез жұмсақ адамның көрмеуін тағдыр шешеді. Мінез жаман адамның орны дайын деседі дейді. Сонда мынау бізге керегі ол қандай? Кешірімділік. Сонда ораза кезінде, осы 30 күн ораза кезінде кешірімді болайық бір-бірімізге. Өйткені біздің бәріміздің бойымызда мін бар. Қазақ айтады, мінсіз Құдай, кірсіз ай дейді, сөзсіз бе? Осы мынау бізді жаңағы қатыгез қылып жүретін ол бойымыздағы менің мінім жоқ, мен тазамын деген ой жүйесі бізді қатыгез қылып жүреді. Неге? Өйткені біреуді соттау үшін сен өзің праваң болу керек та, моральды праваң. Егер сен шын мәнінде адам өзінің бойында міні бар екенін білетін адам, ол біреуді соттауға, біреуді сөгуге асықпайды. Неге? Өйткені біліп отыр, өзінің де міні бар. Өзі де періште емес, сөз бе? Содан міне осындай жүйеге түссек біз, сонда ғана біз ел боламыз, жаңағы кешірімді боламыз, бір-біріміздің аяғымыздан шалмаймыз, сонда ғана біз өсеміз, сонда ғана біз бабаларымыздан қалған осыншама ұлан ғайыр жерге ие болып қалатындай көркем мінезді, яғни адамдар қалыптастырамыз. Өйткені қазіргі кезде бізге керегі өте білімді адамдар емес. Неге? Өйткені мына білімді адамдар жетеді бізді қоғамда қазір. Бізге қазіргі кездегі бізге керегі қандай? Бізге әділетті, рахымды, біреудің ақысын жемейтін, елдің қамын бір шоңға қоятын көркем мінезді адамдар керек. Сол адамдарды біз қалыптастыруымыз керек. Оны сізге ешкім қалыптастырып бермейді, кешіріңіз. Егер сіз өзіңізді күреспесеңіз, өзіңізді танып, өйткені сіз өзіңізді танып, осы мен сөйлеп тұрған, осыны айтып тұрған мен шын өзіммін бе, әлде нәпсінің өзімшілдігі ме деп осы екеуін айыра білсеңіз, міне осы кезден бастап жаңағы не басталады? Өсу басталады, күрес басталады. Ал өзімен күрескен адам өзгемен шаруасы болмай қалады да. Мысалы қазір қарасаңыздар, біздің тікелей эфирлерде, әлеуметтік желілерде біреумен күресіп отқан жұртта, жаңағы анау бүйдеп қойыпты, мынау бүйдеп қойыпты, анау неге бүйдеді, мынау неге бүйдеді. Неге? Бұның бәрі нені білдіреді? Бұның бәрі адам өз-өзімен күреспейтіндік, өзімен өзі жұмыс істемейтін, өзін танымаған адамның қалыптары да бұл. Сондан сіздер Алла қаласа осындай өз-өзін таныған, сондай Құдайдың сүйікті құлы болуларға Алла бізге нәсіп етсін. Алла қаласа мен осы тікелей эфирға тағы да шығып тұрамын. Сіздерге уақытын айтамын. Енді жігіттер де шақырып жатыр. Енді Алла қаласа оған да шығып тұрамын, бірақ енді мынау күнделікті аз да болса өзіміздің осы парақшамда осындай дәрістерге шығып тұрамын. Сондан сіздер де осылай қосылып тұрыңыздар, пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер, сұрақтарыңыз болса жазып жіберіңіздер, қандай тақырыптарда тыңдағыларыңыз келеді, қандай тақырыптар қозғалса деген сұрақтарға. Сондан жақсы, онда осымен аяқтайық. Сіздерге сәттілік тілеймін, түндеріңіз тыныш, күндеріңіз жарық болсын. Кішкене болсын осы бүгінгі айтқан сөздер жүректеріңізге кіріп, жақсарып, жан-жағыңызға мейіріммен, кешіріммен қарауға талпынып, мұсылманшылықтың академиясын, мұсылманшылықтың жаңағыдай биік шыңдарын меңгеруге Алла тағала сіздерге нәсіп етсін. Онда осы сіздермен, осымен біз тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Уақытта болып тұрған екен. Осындай бір белгілі бір уақытта Алла қаласа мен шығып тұрамын, қарап жүресіздер, иә, өзімді ескертемін. Жақсы, онда
сау болыңыздар. Алла разы болсын тыңдағандарыңызға. Так.